Ешкі сүтінің көптеген емдік қасиеттері бар. Әсіресе асқазан ауруларында, анемияда, көздің нашар көруінде, диатезде пайдалы. Емшек жасындағы балаларды қоректендіру үшін аса қолайлы болып келеді. Швейцарияның таулық шипажайларында туберкулез, анемия мен рахит ауруына шалдыққандарды әу бастан-ақ ешкі сүтімен емдеген екен. Достар, арнаға жазылып лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздердің болмашы әрекеттеріңіз бізді қуантып, шабыттандырады. Видеоны соңына дейін көріңіз. Ешкі сүтінің адам ағзасына пайдасы жайлы және оның көптеген емдік жолдарын білетін боласыздар. Ешкі сүті ағзаға жеңіл сіңіп, ас қорыту жүйесінің бұзылуына жол бермейді. Құрамында лактозаның төмен мөлшері сиыр сүтінен 13% кем, әйелдердің емшек сүтінен 41% кем болуы бұл өнімді лактоза жеткіліксіздігі бар адамдар үшін қолдануға мүмкін етеді. Ешкі сүтіндегі май ағзаға жақсы сіңіріледі және 4,4% майлықта ешкі сүті 100% сіңеді. Ешкі сүтінде адам ағзасының тіндерінде холестерин жиналуына қарсы тұратын ерекше метаболикалық қасиеті бар және ағзаның қорғаныс қызметін арттыратын қанықпаған майлы қышқылдардың 67% бар. ақш мамандарының пікірінше, ешкі сүті сиыр сүтіне қарағанда адамның физиологиялық қажеттіліктерін оңтайлы қанағаттандырады. Олардың деректеріне сай, сиыр сүтіне аллергиясы бар адамдардың көпшілігі ешкі сүтін жеңіл көтереді екен. Бұл пікірді итальяндық медицина қызметкерлері жоққа шығаруда. Олардың зерттеулері керісінше нәтиже берген. Сиыр сүтін көтере алмайтын балалар ешкі сүтінде бірдей әсермен қабылдаған. Канадалық дәрігерлердің айтуынша, ешкі сүті тері мен буын ауруына шалдыққан адамдардың денсаулығына жақсы әсер етеді, әрі өт тас ауруларын емдеуде, фибромиома және балалар эпилепсиясын емдеуде аса пайдалы болып келеді. Жалпы, педиатрлар ешкі сүтіне бір ауыздан ықылас білдіруде. Балаларды қоректендіруде сиыр сүтіне қарағанда ешкі сүті жарамды келеді екен. Әрине, бала үшін ана сүтіне жететін тағам жоқ, бірақ жасанды немесе аралас қоректендіруде ешкі сүті ана сүтін алмастыру үшін лайықты және 6 айдан асқан балалар үшін қосымша қорек ретінде пайдалануға болады. Жалпы, ешкі сүтінің ерекше және сиқырлық қасиеттері жайлы пікірлерді салмақтай отырып, мамандар оның бойында бір қатар пайдалы ерекшеліктері бар екенін және сиыр сүтін көтере алмайтын және оның нәруыздарына аллергиясы бар балаларды тамақтандыруды тиімді қолдануға болатынын айтады. Жақында Ресей нарығында ешкі сүті негізінде жасалған ана сүтін алмастыратын бейімделген қоспалар пайда болды. Сондықтан ата-аналардың өздерінің сәбилерін ешкі сүтімен қоректендірудің жоғарыда айтылған ерекшеліктерін байқап көруіне мүмкіндіктері бар. 4 айға дейінгі сәбилердің тағам үлесі емшек сүтінің алмастырғыштарымен шектелуіне сай аллергия тудыратын өнімді алып тастау қиынға түседі. Сиыр сүтінің наруыздарына немесе соя наруыздарына аллергия болған жағдайда ешкі сүті негізіндегі бейімделген қоспалар пайдаланылады. Оларды сәбилерге туғаннан бастап қолдануға болады. Ешкі сүтінің емдік қасиеті оның құрамымен тікелей байланыстырылады. Мәселен, ешкі сүті отадан кейін немесе күрделі ауруларға шалдыққан науқастарға аурудан кейін денсаулығын қалыпқа келтіруге көмектеседі. Ал оның құрамында йодтың көп болуы балалардың әлі қалыптасып үлгермеген қалқанша безін қорғап, ми жұмысын жақсартады екен. Егер балалар диабетпен ауырса немесе тағамнан уланып қалса, онда олардың диеталық тағамдарының қатарына дәрігерлер міндетті түрде ешкі сүтін қосады. Сондай-ақ ешкі сүті асқазан қышқылы шамадан тыс көп болған жағдайда ас қорыту жүйесі ағзаларының жұмысын жақсарту үшін де пайдаланады. Көптеген жас ана ешкі сүтін термикалық тазартудан өткізген кезде ол
өзінің пайдалы элементтерінен айырылып қалады деп ойлап жатады. Десе де, әрдайым шикі сүттің гельминттер, бактериялар мен инфекцияның ошағы болуы мүмкін екенін ұмытпағаныңыз жөн. Қайнатылған сүт өзінің кейбір пайдалы элементтерін жоғалтса да, ол стерилді таза болады, әрі ағзаның қандай да бір ауруға шалдығуына жол бермейтін болады. Қайнатылмаған ешкі сүтін оның сапасы мен тазалығына күмән келтірмесеңіз, балаларға беруге болады. Ешкі сүтінің балалар денсаулығына зияны бар ма? Ешкі сүті пайдалы болғанымен, оны шамадан тыс қолдану денсаулыққа зиян келтіруі мүмкін. Оның пайдалы элементтері мен гипоаллергенді құрамына қарамастан, кейбір жағдайда ешкі сүтін ішуге тыйым салынады. Мысалы, дисбактериоз немесе ішектің дұрыс жұмыс істемеуі кезінде. Екінші, эндокариндік жүйенің бұзылуы немесе нәрестеде артық салмақ болған жағдайда. Үшінші, ұйқы безінің дұрыс жұмыс істемеуі кезінде. Төртінші, бала денсаулығына байланысты ешкі сүтін ішуге болмайтын жағдайлар және 9 айға толмаған нәрестелерге ешкі сүтін ішуге болмайды. Көптеген жас ананың кейде сүті қайтып кетеді. Мұндай жағдайда ана сүті болмағанымен сәбиді сүтпен қоректендірудің маңызы зор. Сол себепті осындай жағдайларда көбінесе ешкі сүтін пайдаланып жатады. Ол үшін ешкі сүтін бірде-бір консистенциясында сумен араластырып берген дұрыс. Мұндайда келесі кеңестерге құлақ түріңіз. Ешкі сүті кобальтқа бай болғанымен, онда фолий түзілімдері болмайды, ал оның жеткілікті деңгейде болмауы бала ағзасында анемияның пайда болуына әкеп соқтыруы мүмкін. Сүтте фосфор көп көлемде болатындықтан сәбидің бүйрегіне салмақ түсуі мүмкін. Ешкі сүтіндегі калория мөлшері 66,7 100 грамм болғанымен, ол ағзаға тез сіңеді. Липаза ферментінің болмауы салдарынан майдың ыдырауына жауап береді. Сүт майы ыдырамаған күйі қалады. Ешкі сүтінің майлылығы 4,6-5,4% құрайды. Кей жағдайда балалар ешкі сүтін өзіне тән иісі мен дәмі үшін ішпей жатады. Бұл ретте ешкі неғұрлым таза болса, оның сүті де дәмдірек болады екен. Мұндайда жол бермес үшін ешкінің немен қоректенетінін, оның қожайындары қарапайым санитарлық гигиеналық талаптарды сақтайтынына көз жеткізуіміз керек. Егер сүтте қылшық немесе лайды көрсеңіз, мұндай сүттен бас тартқаныңыз абзал болады. Кейде тіпті ешкі малының қожайындары ағзасында қандай да бір ақауы бар ешкінің сүтін сауып сатып жатады. Үй жануарлары арасында ең көп тарайтын аурулардың бірі бруцеллез ауруы. Ешкі сүті балалар ағзасын дамыту үшін пайдалы, әрі емдік қасиеті көп сусын. Алайда сәбидің тамақтану мәзірін жасағанда барлық факторларды ескеріп, бұл мәселеге зор жауапкершілікпен қарау керектігін ұмытпаңыз. Ең бастысы, сәбиіңіздің жасы нені қалайтынын, ағзадағы ерекшеліктерін ескеріңіз. Назар аударыңыз. Аталған материал тек ақпараттық сипатқа ие. Жоғарыда айтылған кеңестерді тек дәрігер рұқсатымен қолданғаныңыз жөн болады. Достар, видео пайдалы болған болса, жақындарыңызға және достарыңызға жіберулеріңізге болады. Арнаға жазылып, қазақша арнаға қолдау көрсетіңіздер. Лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.